Енді цифрлық дәуірде жасанды интеллекттің дамуымен бірге бұндай дефейктер көбейе береді. Ол депутаттарға, қоғамда белгілі тұлғаларға, тіпті шет мемлекеттерде президенттердің мысалға дауысын айнытпай салатын көптеген шабуылдардың немесе дефейктердің жүргенін біз байқап жүрміз. Сондықтан жалпы бұл тұрғыда алғанда заң жетілдіре беру керек. Өйткені технология дамыған сайын оған сәйкес заң да жетіле беру керек. Жасанды интеллект туралы заң осындай Бұл бірінші кезекте бұл этика мәселесі. Жалпы жасанды интеллект туралы заң да ол да болашақта толықтырыла береді. Себебі авторлық құқық мәселесі, дефектті кім жасайды? Оны адамның өзі жасайды. Сондықтан бұл да жалған ақпарат тарату. Бізде онлайн платформалар туралы заң бар, бізде басқа да заңдар бар. Тек қана жасанды интеллект туралы заң емес, осылардың барлығын ескеру қажет қой деп ойлаймын. Тек қана депутат емес, кез келген азаматқа байланысты дефейк жасап, оны таратуға болмайды.